Қайырлы күн, құрметті оқырман қауым. Қызылорда облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапханасында «Тілім менің ғасырлардың маржаны» атты ақпарат сағатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Ана тілім, дана тілім, бақ тілім, сенсіз бақыт дүниеден таптым кім? Сенсін менің қуанышым, шаттығым, сенсін менің тазалығым, пәктігім. Әр адам өзінің тілін шыр етіп дүние есігін ашқаннан бастап құлағына сіңіруі тиіс. Себебі тілін білген адамның ғана бойында патриоттық сезім қалыптасады. Олар елге, ұлтқа пайдалы мәселелерді қозғап, жауапкершілікті сезінеді. Өйткені мемлекеттік тіл елімізде аса маңызды да ең өзекті мәселе. Тәуелсіздігіміздің тұғырына көтерілген жылдар ішінде елдің бірлігі артқандай, елімізде ұлтымыздың ұлы тілімен қатар әлемдік тілдердің де құндылығы жоғары. Қазақ балаларының өзге тілді меңгергеніне қуанып, өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілінде сөйлеп білім алып жатқанын көргенде бір жасап қаламыз. Айта кету керек, тіл мерекесінің қыркүйек айына белгіленуінің де өзіндік себебі бар. Бұл күн ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің қуаттысы тіл деп ұлағатты сөз қалдырған қазақ халқының тағдыры, тілі үшін күрескен алаш арысы, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Қазақтың әдебиет зерттеуші ғалымы, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы 5 қыркүйекте қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Сартөбек ауылында дүниеге келген болатын. Өзге оқа мырзалар шен іздеп жүргенде қорлыққа шыдап, құлдылыққа көніп, ұйқы басқан қалың қазақтың ұлт намысын жыртып, ұлттық арын жоқтаған патша заманында жалғыз-ақ Ахмет деп Сәкен Сейфуллин баға берген қазақтың асыл ұлы Ахмет Байтұрсынұлының туған күні тіл мерекесімен қоса тойланатыны қалың қазақ үшін өте қуанышты жағдай болмақ. Жыл сайын бұл мереке Қазақстанда тұратын ұлт өкілдері мен ұлыстар тойлап келеді. Атап айтқанда, Қазақстанда 100-ден асатын ұлттардың біразында өз тілдерін оқытатын мектептері бар, және оларды мәдени-рухани қолдау бағытында Қазақстан Халқы Ассамблеясы да жұмыс істеп келеді. Сонымен қатар бүгінде Қазақстан ұлттық әліпбиді латын қарпіне көшіру үрдісі аясында тиісті жұмыстар атқарылып жатыр. Қазақ тілі біздің рухани негізіміз, біздің міндетіміз осы барлық салада белсенді пайдалана отырып дамыту. Біз ұрпақтарымызға бабаларымыздың сандаған буынынан, тәжірибесінен өтіп, біздің де үлесімізбен толыға түсетін қазіргі тілде мұраға қалдыруға тиіспіз. Бұл өзі қадірлейтін әрбір адам дербес шешуге тиіс міндет. Мемлекет өз тарапынан мемлекеттік тілдің позициясын нығайту үшін көп жұмыс атқарып келеді. Қазақ тілін кеңінен қолдану жөнінде кешенде шараларды жүзеге асыруды жалғастыру керек. Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын әліпбиіне көшіруге кірісуіміз керек. Бұл ұлт болып шешуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде тарих бедерінде біз мынадай қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы үшін осындай шешім қабылдауға тиіс, және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруіне, ең бастысы қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады делінген елбасының жолдауында. Бүгінгі күні Қазақстанда тұратын басқа ұлт өкілдері мен қазақ азаматтары мемлекеттік тіл қазақ тілін меңгеруге зейін қойып, қазіргі уақытта мемлекеттік тілде еркін сөйлеуді мақсат етіп отыр. Қазақтың тілі қазақтың жаны, халқымыздың тарихы да, тағдыры да тілінде, мәдениеті мен әдебиеті де, ділі мен діні де тілінде. Радлов айтқандай, қазақ тілі ең таза әрі бай тілдердің бірі. Тіл өткен тарихпен ғана емес, бүгін мен болашақты байланыстыратын құрал. Меніңше тілдің тұғыры да, тағдыры да бесіктен, отбасынан басталады. Отбасында ана тілінде сөйлеп өскен бүлдіршіннің тілге деген ықыласы терең, құрметі биік болады, деді мемлекет басшысы. Тілім барда мақтанамын,
тілім менім аппақ ән, бірлігімді бүгінгі ана тілім сақтаған деп, тілім менім ғасырлардың маржаны атты ақпарат сағатымызды аяқтай отырып, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, сау саламатта болыңыздар.